болсын қанекей аруларыңызға. Рахмет ағайын. Айналайын ағайын, осындай бір тамаша фанфардың тұсында қошеметтеп қойсаңыздар қанекей. Рахмет. Келген соң жақсы тойға қадам басып, алған дұрыс алдыменен амандасып десек, армысыздар Дархандаламның ұлағат тұрпақтары, бармысыздар баға дәстүрін сақтаған, төрткілі дүние мақтаған қазағым. Бұлақтан бастау алайын, сөзіме маржан тағайын. Ел алдында салт бұзбай, ассалаумағалейкум деп сәлем бердім ағайын. Белгілі ғой ақбатамен көп көргенің, Алла қолдасын халқымның кемеңгерін, асабаға дүркіретіп қол соқсаңдар, уағалейкумассалам дегендерің ағайын. Ай, рахмет. Той қазына бабалардан жалғанған, бұндай тойға келген елде бар-барман. Той басталды, құтты болсын ағайын, тілашар той құрметіне арналған деп, тағы бір қос қолдырып қойсаңыздар. Ай, рахмет. Өсіп өліп мінекей балаларын орындалып жатыр-ау, ата-ана арманың, бүгінгі кешке жиналған жамағат, баршаңызға нұр тұсын Алланың деп тағы бір қол соқсаңыздар. Ай, рахмет. Мінекей қадірлі ағайын, Аллаға мыңда бір шүкір. Мінекей Дархандаламыздың газет өсіп дүбірлетіп, қасиетті киелі, аңыз қала, абыз қала, әулеті жерінде Тараз қаласында, сырты дәулетті, іші сәулетті, Наурызбайдай мейрамханасында, мінекей ағайын Жағалбайлардың елінде, және мынау біздің Жанболат ағамыз бен Қорлан жеңгеміздің отбасына, қуанышына келген ағайын, тағы да бір той егелеріне тойлықты болсын деп қошемет болсын. Ай, рахмет. Ал енді қадірлі ағайын, жалпы айтқанда апаларым отыра берсін. Мына тойымыздың жастары жақсылап тұрып, орнымыздан тұрып, шапалағымыз тұрып, той егелерін той төрінде қарсы алайық ағайын қанекей. Қошеметтеріңіз. Мінекей қадірлі ағайын, дана халқымыз айтады, ел болам десең бесігіңді түзе, ал бесігіңді түзеймін десең, ұл-қызыңа құрмет көрсет деген екен. Сол себептен қадірлі ағайын, мінекей осындай сарқылдаған немерелер, ұл-қыздар дүниеге келіп жатса, ата-ананың мерейінің асқаны, қуанышының тасқаны. Осындай ұл-қыздарымыз көп болсын деп ағайын, тағы бір қошеметтеп, той егелерін той тойына жалғастырайық. Қандай көрген қарашы, бақыт деген баласы. Қошемет ағайын. Дастархан басына түгелде жайғасуларыңызға рұқсат. Ал енді құрметті қонақтар, біз қазақ елі аттан шығылсақ та салттан жығылмаған халықпыз ағайындар. Олай болса, аумин деп ат бата беруге, мына бүгінгі жайылған дастарханға аумин деп ат бата беру үшін көрнекті болсақ, Тиышбай аға және Марқаш аға және Айрынбай деген ағаларымыз болса, той төрінен қабылыңыз екен. Ассалаумағалейкум ағалар. Ал енді қадірлі ағайын қанекей, барлықтарымыз аумин деп айтылатын ақ батаға барлығымыз аумин деп қол жайайық. Ауыл бар ма ақсақалсыз ағасыз, оның айтқан әрбір сөзін анасыз, сөз берейік ағаларға төрдегі, тағылымнан зор ғибарат аласы десек, жарасады қанекей. Ал енді айналайын ағалар, тойларыңыз құтты болсын, үлкенге қарап үлгі деген үлкендеріңізден бастайық, рұқсат болса, келіңіздер қанекей. Ал енді мынау бүгінгі тойға деп айтқан ағайын, өтенің жоқ, бөгдің жоқ, осы той бәрімізге ортақ. Ол енді Жанболаттың енді Алла бұйырса әдепке бірінші қатысатын қызығы. Осы тойға жалғасып, қызыға жалғасып, мынау Құдайдың берген бір-екі бала шағасының қызығын көріп, алдағы ағалары сияқты үлкен азамат болып, үлкен отау болуын тілейміз. Сол тілегіміз қабыл болсын деп қолдырып қойдыңларыңызға болады. Тойға жалғасын. Құрметті ағайын, мынау енді кешеден енді ағамыз тойды бастап отыр. Бірақ дегенмен енді кешеге жаңа бұл той енді сіздердің той. Өйткені осы әулеттің үлкені өздеріңіз болғаннан кейін бірінші кезекте сізге жаңа
және Балтай. Сіздерге де құтты болсын енді. Сіздерде бір жағынан енді осы жерде байқап отырсақ, бәрі өзіміз дегендей, бәрі мына кешегі жаңа талап, осы Амангелді мен Балтайдан басқасының бәрі өзіміз, осы еге оғылдың бөтен байқаса. Мәкеле жеңгеміз енді ол кісі енді сәл бейтен ұстап оған екен кешіріңіз, бірақ сізге де құтты болсын, иә. Неге мына Тишекең көз көрген ауылдарыңыз бір, біз өз ауылымызды айтып жатсақ, бұл кісі өз ауылын алып жатыр. Бірақ дегенмен, құрметті мынау тойға келген қауым, бүгінгі тойдың себепкері болып отқан мынау енді өзіміздің бәрімізге ортақ баламыз. Осы баламыз жақсы үлкен азамат болсын, сол баланың жақсы болуына қызмет жасап жатқан мінекей жаңағы Тишекең айтқандай Жанболат, мынау ауылдан Ақтаймен Бүркінай дегендей, осы ағайын ертең осы өзіміз сияқты, мынау Тишекеңдер сияқты үлкен азамат болсын дейміз. Мынау байқап тұрсақ, мынау ауылдың балалары, мынау Айранбай екеуміз сол ауылда жүрдік, көздеріңіздің алдында мінекей есейдік. Қарап тұрсақ, осы төрге шығып әңгіме айтатын жасқа келіппіз. Сондықтан біздің осындай жасқа келгенімізде құтты болсын. Осы мен осы Тараздың осы төрінде бірінші рет тойға қатысып жүрміз. Сонда осы ауылдың балаларының осындай жасаған қызықшылығына келіп қатысамыз. Ауылдан өскен, ауылдан тараған балаларды көріп қуанамыз. Бүгінде көріп бірталай балалармен әңгімелесіп қуанып қалған жағдайымыз бар. Бұрынғы өзімізден бұрын өткен қарттар есімізге түсетін мінекей. Қай баласың деп сұрайтын, кімнің баласы деп сұрайтын тіпті болмағанда, болмаса түрімізге қарап отырып танитын, сен бәленшенің баласың ба деп. Тура сол жағдай қазіргі кезде біздің басымызда. Сондықтан құрметті жастар, мінекей еңбекте сіздердікі, тойда сіздердікі, елде сіздердікі, тек қана біздердікі, сіздердің жасаған қызметтеріңізді дұрыстап сіңіру бойымызға. Сондықтан әлгі бұрынғы қазақ айтқан асырайтын қартың болса, жасың болса өлетін қартың жоқ дейді. Сондықтан сіздер жақсы болып жүрсеңіздер, біз де тәп-тәуір жүретін